Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызылшадан жасалған икраның рецептімен бөліспекпін. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, бұл икраны дайындау үшін бізге 2 кг қызылша, 1,5 кг сәбіз, 1 кг пияз және 1,5 кг қызанақ қажет болады. Сонымен қатар дәмдеуіштер лавр жапырағы, чеснок, қарабұрыш, тұз, қант, қуыру үшін сұйық май және 2 ащы бұрыш және мынандай қарабұрыш та қажет болады бізге. Енді икраны дайындауға кірісеміз. Ең алдымен сәбізді осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз, себебі біз қазір ет тартқыштан өткіземіз. Пиязды да осылай видеода көргендей етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Сәбіз бен пияз ет тартқыштан өткізуге дайын. Келесі кезекте қызанақты тазалап, оны да бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Себебі қызанақты да ет тартқыштан өткіземіз. Келесі кезекте сәбізді қалай бөліктерге бөлсек, қызылшаны да тура солай етіп бөліктерге бөліп турап аламыз. Енді дайын болған көкөністерді сәбізден бастап ет тартқыштан өткіземіз. Көкөністерді ет тартқыштан өткізген кезде ет тартқыштың орташа насадкасын қолданамыз. Келесі кезекте қызанағымыз дайын, оның үстіне осы 2 ащы бұрышты да ет тартқыштан өткізіп қосып жібереміз. Достар, мен пиязды ет тартқыштың осындай насадкасынан өткіздім. Егер сіздерде ондай насадка жоқ болса, өте ұсақ етіп турауларыңызға болады. Міне біздің көкөністеріміз дайын, әрі қарай қуыруға кірісеміз. Қазанға 300 мл сұйық май құйып, пиязды қуырып алдым. Одан кейін сәбізді салып, тағы да 5-10 минуттай қуырып аламыз. Сәбізді салғаннан кейін газдың астын ақырын қойып қоюға кеңес беремін. Достар, мен икраны 2 қазанға бөліп жасап жатырмын. Мына жерде тек 1 қазанды ғана көрсетіп тұрмын. Келесі кезекте чеснокты тазалап, блендерден өткізіп аламыз. Мен 1 бас чеснокты қолдандым. Сіздерде солай қолдансаңыздар болады. Достар, чеснокты ikramыз дайын болуға жарты сағат қалғанда саламыз. Қуырылған сәбіз бен пияздың үстіне қызанағымызды салып, 1 келкі қайнауға 3-5 минутқа қалдырамыз. Достар, біздің қоспаларымыз осылай 1 келкі қайнағаннан кейін қызылшамызды қосамыз. Қызылшаны жақсылап араластырғаннан кейін дәмдеуіштерді саламыз. Дайындап жатқан икрамыздың дәмін келтіру үшін қарабұрыш, тұз, қант, лавр жапырағын және уксус қосамыз. Достар, қыс мезгілінде дәрумендерге бай және дастарханыңызға ерекшелік беретін икраны менімен бірге дайындауға шақырамын. Достар, барлық қоспаларды салып болғаннан кейін газдың астын ақырын қойып, 1 сағат 30 минутқа қайнауға қалдырамыз. Дайын болуға 30 минут қалғанда чеснокты саламыз. Достар, қызылшадан жасалған икрамыз дайын. Келесі кезекте стерилденген банкілерге қызылшаларымызды салып, банкі жабамыз. Банкіге икраны салған кезде нығыздап салу міндетті, себебі ауа қалмауы керек, өйткені біз бұл икраларды қысқа сақтаймыз. Достар, осындай көп құрамды қажет етпейтін қызылша икрасын міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Достар, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін мен сіздермен пайдалы лайфхакпен бөлісемін. Ол банканы стерилдеу. Банканы қалай оңай әрі тез стерилдеуге болады. Үлкен ыдысқа 1 литрдей су құйып, 2-3 ас қасық уксус құйып, банканы шайқап аламыз. Міне сіздің банкаңыз стерилденді. Осылай қолдана беруге болады. Банкілерді жауып болғаннан кейін 1 күндей осылай теріс айналдырып қойып қоямыз. Достар, сіздерге рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер? Комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын.